Assalamu alaikum bауырлар. Бүгінгі тақырып біздерде етістік, араб тілінде фи'л деген мағына. Фи'лдің үш түрі бар. Мади өткен шақ, мудори осы шақ, болашақ, амр бұйрық, мастар сөздің түбірі. Мади өткен шақ. Мысал ретінде дораба деген сөзді алайық. Ұрды. Ол кеше ұруы мүмкін, 10 жыл бұрын ұруы мүмкін. Қысқасы өткен шақта болған жағдай. Мудори ядрибу ұрып жатыр, дәл қазір болып жатқан жағдай, или ұрады болашақты білдіреді. Амр идриб ұр, біреуге ұр деп айтқыңыз келсе, или отыр деп айтқыңыз келсе, осы шақты пайдаланасыз. Мастар дорбун ұру деген мағына. Сөздің түбірі, бұл ешқандай шақтарға байланысы жоқ, тек сөздің өзі. Ұрды, ұрып жатыр, ұр деген ешқайсысына қатысы жоқ. Солардың түбірлері ұру деген мағына. جهز يجهز جهز تجهيز дайындау عمل يعمل اعمل عمل еңбек ету حفظ يحفظ احفظ حفظ жаттау اجتمع يجتمع اجتمع اجتماع жиналу خاط يخيط خيط خياطة тігу ساعد يساعد ساعد مساعدة көмек беру سقى يسقي اسقي سقي суару لبس يلبس البس لبس كينو سكت يسكت اسكت سكت үндемеу سكن يسكن اسكن سكن тұру мекендеу زرع يزرع ازرع زرع егу لعب يلعب العب لعب ойнау سبح يسبح اسبح سبح جزو عاد يعود عد عود كيلو ورو تأخر يتأخر تأخر تأخر كيشغو طلع يطلع أطلع طلوع شغو غرب يغرب أغرب غروب بطو تناول يتناول تناول تناول قبضو بدأ يبدأ ابدأ بدء бастау صنع يصنع اصنع صنع жасау шығару. Дәл осы видеодағыдай көшіріп жазып алыңыздар.